Ит аяғына салу дәстүрін жаңғыртып жүрміз бе? Ит аяқ деген не? Аты айтып тұрғандай, итке тамақ беретін ыдыс. Ал ит аяқтың дәстүрге қандай қатысы бар? Бұл дәстүр қайдан шықты және мұның мән мағынасы қандай? Менің видеомды соңына дейін көретін болсаңыз, бұл туралы анық-қанығына көз жеткізетін боласыз. Ит аяқ дегеніміз ол жаңа туған нәрестені 40 күндігінен шығарғанша шомылдыратын ыдыс. Қазақтың қайсы ұстанымын, салт дәстүрін алып қарасақ та, түбінде бір тағылым бары рас. Сондықтан қай ұлт болса да ата-бабаларының ұстанған жолымен, салт дәстүрімен жүрсе, ешқашан жаман болмайды. Ал дәстүрлердің ішінде жыл өткен сайын жаңғырып, немесе керісінше ескіріп жатқандары да кездеседі. Ел ішінде көп кездеспейтін, мүмкін мағынасы бір болғанымен атауы өзгерген, елде бұны дәстүр деп санамайтын жағдайлар да бар. Солардың бірі ит аяғына салу дәстүрі. Бұл дәстүрдің тағылымдық мәні керемет. Өйткені ұрпақ сабақтастығына арқау болатын, өнеге беретін көрініс бұл. Жас келіншек бір ауылға қыдырып барғанда, не есік көруге шақырғанда, әйелдер, не үлкен әжелер оған ит аяғына сал деп сақина, күміс жүзік сияқты заттар береді. Ит аяғына салу деген келіншек босанып, баланы шаранасынан жуатын суға, яғни шілде суына әлгіндей күміс жүзік, сақина, күміс түйме сияқты заттарды ыдысқа салып жіберіп нәрестені жуады. Жуып болғаннан кейін әлгі заттарды сол жердегі әйелдер ырым қылып бөлісіп алып, мәз-мейрам болып тарасады. Жас келін келген әулетімен танысу барысында жасы үлкен, сол әулетке сіңіп, ежелден сол әулеттің бір мүшесіне айналған апа-әжелерден осындай сый-сияпат алуды мәртебе көреді. Жас келінге абыз аналардың берген батасы, ырым мен жоралғысы деп есептелетін болған бұндай сыйлық. Жас келін, болашақ ана, осындай аналардың жолын қуып, алтын құрсақтағы ұлағатты саналы ұрпақ тәрбиелеген, кемеңгер елге сыйлы ана болуды армандайды. Сондай аналардың қолынан теберік етіп алынған сыйлық көзге ыстық, көңілге жақын болады. Бір жағынан тезірек балалы болсын деген ниетпен де беріледі. Сіздер де осындай қызықты салт дәстүрлер туралы естіген болсаңыздар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазылып, бір-бірімізбен пікір алмасып отырайық.